Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымызда өсімдіктердің қоршаған ортаға қалай бейімделетінін білетін боламыз. Өсімдік тіршілік үшін не нәрселер қажет деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Күн сәулесі, жылу, су, қоректік заттар қажет. Өсімдіктер бір-біріне несімен ұқсас және қандай айырмашылығы бар? Әрине, өсімдіктердің көпшілігінде белгілі бір қызмет атқаратын бөліктері болады. Өсімдіктер пішінімен, көлемімен, бөліктер санымен дараланады. Ендеше, оқушылар, бүгін бізге негештен орман өсімдіктерінің барлығының биіктігі бірдей бола ма деген сұрақ туындап отыр. Оған осы сұраққа жауап беруге көмектесейік. Дұрыс айтасыздар, оқушылар, орман өсімдіктерінің биіктігі бірдей бола бермейді. Себебі жарықтың түсуі біркелкі болмағандықтан, олардың биіктігі де әртүрлі болады. Өсімдік энергияны күннен алады. Ендеше, мына бейнебаянға назар аударайық. Өсімдік жарықты неғұрлым көп жұтса, оның фотосинтез жылдамдығы да тезірек болады. Жарық энергиясын өсімдік жасушаларындағы хлорофилл жұтып алады да, ол химиялық энергияға айналады. Ормандарда жарықты алуға үлкен бәсекелестік болады. Фотосинтезбен қамтамасыз ету үшін ағаштар өте тез өседі. Терезенің алдында құмырада өсетін гүлдер фотосинтезді көбейту үшін өз жапырақтарын жарыққа бұрады. Оқушылар, күн сәулесінің қуаты тәулік мезгіліне және жыл мезгіліне қарай өзгеріп отырады. Соған қарай өсімдіктің алатын жарығы мен жылу мөлшері де әртүрлі болады екен. Бұл өсімдік мүшелерінің өсуіне, дамуына әсер етеді. Жарық аз түсетін жерде өсетін өсімдіктер көлеңкеге төзімді деп аталады. Оларға қайың, көктерек, емен, шырша, бүлдірген, шайқурайлар жатады. Кейбір өсімдіктер күн сәулесінің тікелей түскенін ұнатпайды. Олар көлеңке сүйгіш өсімдіктер. Мұндай өсімдіктерге саумалдық пен қырыққұлақ жатады. Қызғалдақ, қазжуа, жебір-шөп, шатыраш, жарық мол түсетін жерде жақсы өседі. Олар жарық сүйгіш өсімдіктерге жатады. Оқушылар, енді Эврика үстелде тұрған өсімдіктің жапырақтар терезе жаққа бағытталғанын байқады. Оның себебі не деп ойлайсыңдар? Дұрыс, оқушылар, өйткені бұл өсімдік жарық сүйгіш өсімдіктер қатарына жатады. Эврика өсімдікті мұқият бақылап қарады да, оның төменгі жапырақтары жоғарғы жапырақтарға қарағанда үлкен екенін байқап қалды. Ол ойланып қалды. Сен қалай ойлайсың? Неліктен? Ал қазір бұл өсімдікке жарық жеткілікті ме? Дұрыс айтасыздар, күн жапырақтың төменгі бөлігіне көп түсетіндіктен жапырақ үлкен болып өсіп тұр. Оқушылар, мына мәліметті есімізге сақтайық. Өсімдік жапырақтары белгілі бір тәртіппен орналасады. Осылайша, әр жапырақ көлеңкеде қалмай, жарықты жақсы қабылдауға мүмкіндік алады. Оқушылар, экрандағы орман ағаштарына қарай отырып, ағаштардың жарықтың әртүрлі түсуіне қалай бейімделгенін зерттеп білейік. Дұрыс айтасыздар, көлеңкеде өскен ағаштар жеңіл бейімделеді, ал ашық жерде өскен ағаштар жақсы бейімделеді. Оқушылар, сендер білесіңдер ме? Бақытгүл мен нарғызгүл күзде күн қысқарып, күн сәулесі азайғанда гүлдейді екен. Ендеше, оқушылар, үйге тапсырма. Ашық алаңқайда өскен ағаштың ұшар басы әдемі болады екен.
қайыңның ұшар басы неліктен дөңгелек болады деп ойлайсың? Өз бетіңмен ізденіп, орындап көр. Сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақтан алған әсерлерің қандай? Сен үшін маңыздысы не болды деп ойлайсыңдар? Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.